PI деген P1'imiz 2 формула әр уақытта не деп басталады? Теңдік. Аха, ұмытпаңыздар. Енді мынау 2-ні тұрған ұяшықты таңдаймын, бөлемін. 18 мынау ма, мынау ма, өздеріңіз білесіздер. Әйтеуір 18-ді бөлсеңіздер жеткілікті. Келесі. Енді қараңыздар, мен мынандай ақша толтыра салғым келеді уақытты үнемдеу үшін. Сондықтан мына жердегі 18 тұрған ұяшықтың бағанының алдына доллар белгісін и қатардың алдына доллар белгісін қоямын. Себебі ол автотолтыру кезінде өте ыңғайлы. Барлық сан неге бөлініп шығады? 18-ге бөлініп шығады. Мынау санын мынау мысалға 18-ге бөлінді. 3 18-ге бөлінді. Доллар белгісін қоймасын олай болмайтын еді. 4 18-ге бөлінді, 2 бөлінді, 2 бөлінді и 3 бөлінді деген сөз. Мынау P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Мынау M1, M2, M3 и так далее. Мына жерде и так далее. Енді мына жердегі студенттер мынау азақ болып қалды ғой. Бұл вариациялық қатар деп атаймыз. Не екен? Вариациялық қатар, себебі вариациялық қатардың қасында несі бар екен? Дұрыс, кездесу, қайталану, кездесу жиілігі бар екен. Түсінікті ғой. Сондықтан бұл бізде вариациялық қатар. И вариациялық қатардағы мына мәндер кездейсоқ шама деп аталынбайды, вариация деп аталады. Қандай екен?